Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айнагүл. Бүгін сіздерге осындай дәмді әрі пайдалы холодестің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, бізбен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге сиырдың үйтілген сирақтары керек, сондай-ақ бір кесек ет қосып, үстіне салқын су құйып, орташа отта баяу қайнататын боламыз. Алғашқы қара көбіктерін алып тастаймыз, осылай сүзекмен сүзіп, сосын 15-20 минут қайнатамыз. Бірінші қайнаған сорпасын міндетті түрде төгіп тастаймын. Екінші қайтара таза су құйып, осы сирақтарымызды баяу отта 4-5 сағат қайнататын боламыз. Дәміне қарай тұз саламыз, 2-3 дана лабыр жапырағын қосамыз және түйіршік, қарабұрыш қостық. Сосын дашылған сәбізімізден 2-3 дана сәбіз қосамыз. Бір бас пиязды 2-3 бөліп, оны да осы сирақ қайнап жатқан сорпамызға қосып жібереміз. Сәбіз ұзақ қайнамасын, 20 минуттан кейін сәбізімізді осылай сүзіп алып қоямыз. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, рецепт ұнап жатса, міндетті түрде бөлісу батырмасымен өз достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Міне біздің сирақтарымыз пісіп дайын болды. Осылай сүйегінен тіпті аршылып та қалған 4-5 сағат өте баяу отта қайнатса, дәл осылай аршылады. Міне етімізде әдемі уыл жүріп пісті, талшықтап кесіп алдық еттерді де. Егер қаласаңыздар, майдалап ұсақтап тураларыңызға да болады. Енді қайнаған сирақтарымызды етінен ажыратып, осылай бөліп аламыз. Шақпен кескілеп, майдалап турасаңыздар да болады, бірақ мен тым қатты майдаламадым. Осындай үлкендікте, көлемде қалдырдым. Келесі бізде сорпамызды осылай сүзекіден сүзіп, ыдысқа тазартып құйып қоямыз. Алтын ала жұмыртқаларды қайнатып, тазартып дайындап қойдым. Дайын жұмыртқамызды екіге бөліп, осылай түбін теріс қаратып, кесемізге қойып шығамыз. Қайнаған сәбіздерімізді әртүрлі формада кессеңіздер болады. Мен осындай формамен кесіп шықтым және кесеміздің түбіне жайғастырып шықтық. Сәндеуіш әдемі безендіру үшін, сәндік үшін петрушка немесе ақжелкен қолдансаңыздар болады. Консервіленген горох та қойып шығуға болады. Үстіне әдемілеп қайнаған етімізді қойып шығамыз. Майдалап турасаңыздар да болады. Еттің үстіңгі бетіне сирақтан шыққан еттерімізді толтырып салып шығамыз. Міне сорпамен осылай құйып шығып, кем дегенде тоңазытқышта 2-3 сағат тұрғызамыз. Егер қаласаңыздар, ұсақ қарабұрыш және сарымсақ қосуларыңызға болады. Менің балаларыма олай ұнамағандықтан мен оны пайдаланбадым. Холодесіміз дайын, бойы әдемі болып қатайған. Осындай тәрелкемізге кесемізді аудару арқылы осылай төңкеріп қойып аламыз. Тіпті сыйлы қонақтарыңызға да ұсынсаңыздар болады. Достар, егер рецепт ұнап жатса, міндетті түрде комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Ас болсын.